Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен бірге зейін онлайн. Бүгінгі өтетін тақырып таулар, жазықтар және олардың жіктелуі. Жалпы тау дегеніміз не? Тау ол жер бетінің маңайындағы жазықтардан оқшау көтеріліп жатқан қатты тілімделген биік бөліктер. Таулар ол жан жағынан ортасына қарай биіктейді. Оның биік жоғарғы бөлігі тау басы, оқшауланған төбесі тау шыңы деп аталады. Таулар ол ешқашан жалғыз өзі, яғни жай ғана бір тау тұрмайды. Ол әрқашан бір-бірімен жалғаса, ондаған, жүздеген километрге дейін созылып жатады. Мұндай жалғаса тізіліп жатқан таулар аталады тау жотасы деп. Тау жоталары бір-бірінен тау аңғарларымен бөлінеді. Тау жоталары шоғырланып құрайды таулы өлке. Ал бірнеше тау жоталары келіп түйісетін жерді біз атаймыз тау торабы деп. Ары қарай, дүние жүзіндегі ең биік тау Гималай және оның ең биік нүктесі аталады Эверест деп, 8848 метр. Мына суретте біз көре аламыз, мына ең биік нүкте Эверест және мынау альпинисттер сол Эверестке көтеріліп бара жатыр. Мына суретте біз көре аламыз ең биік нүктелер, яғни Эверест 8848 метр. Ең биік нүкте ол Евразияның Азияның биік нүктесі және дүние жүзіндегі ең биік нүкте. Аконкагуа ол 6959 метр. Оңтүстік Американың ең биік нүктесі Маккинли 6194 метр. Солтүстік Американың ең биік нүктесі Килиманджаро ол Африканың ең биік нүктесі 5895 метр. Келесі Европаның ең биік нүктесі Монблан 4807 метр. Мынау Жапонияның ең биік нүктесі Фудзи 3776 метр. Және одан бөлек бізде бар Антарктиданың ең биік нүктесі Винсон тауы, ол болады 5140 метр. Және Австралияның ең биік нүктесі ол Кастюшка шыңы деп аталады, 2228 метр. Енді таулар биіктігіне қарай үшке бөлінеді. Яғни аласа, орташа және биік болып. Аласа таулардың биіктігі ол 400-ден 1000 метрге дейін болады. Орташа таулар ол 1000-2000 метр, мысалы оған жатады Қырым таулары, Карпат таулары, және биік таулар ол 2000 метрден жоғары, оған Кавказ, Алтай және Тянь-Шань. Енді таулардың пайда болуына байланысты ол бөлінеді, яғни қатпарлы таулар және қатпарлы жақпарлы таулар. Оның бір-бірінен айырмашылығы не? Қатпарлы таулар ол тек қана бір рет көтерілген, яғни тау түзілу процесі тек бір рет қана болған тауларды біз атаймыз қатпарлы таулар деп. Ал одан кейін бір рет көтеріліп, қайтадан мүжіліп және тағы да яғни екі рет тау түзілу процесі болған тауларды біз атаймыз қатпарлы жақпарлы таулар. Қатпарлы тауларға жатады Альпі, Кавказ және Кордильер таулар. Ал қатпарлы жақпарлы тауларға жатады Алтай және Тянь-Шань таулары. Тағы таулар бөлінеді ескі, яғни пайда болу уақытына байланысты ескі және жас таулар болып бөлінеді. Жер шарындағы таулардың барлығы бір мезгілде пайда болған жоқ, біреу ертерек пайда болды, біреу кешірек пайда болды. Яғни тау пайда болғаннан бастап оған сыртқы күштер, яғни экзогендік күштер әсер ете бастайды. Оған жел, су, күн сәулесі, мұздықтардың әсерінен ол біртіндеп аласара бастайды, мүжіле бастайды. Ескі таулар ол көбінесе шыңдары мүжіліп, аласарған, көп жер тегістеліп, аласа төбелерге айналған. Мысалы, Орал тауы. Орал тауының негізгі абсолюттік биіктігі ол 1000 метрге жетпейді, 600 және 800 метр аралығында болады. Және олардың төбелері мүжіліп қалған. Яғни ол ежелде пайда болғандықтан оған миллиондаған жылдар бойы экзогендік сыртқы күштер әсер еткендіктен ол мүжіліп қалған. Жас таулар екінші тобы, яғни ол кейін пайда болған таулар және олар онша көп бұзылмаған, тіпті кейбір бөліктері әлі күнге дейін көтеріліп жатыр. Олардың шыңдары үшкір, беткейлері тік және көп бөлігін олар мұз басып жатады. Биіктігі 5000-дан 8000 метрге дейін болады. Оған жатады Кавказ, Гималай, Памир және Кордильер таулары жатады. Осымен таулар бізде бітті. Келесі ол жазық. Жазық ол жер бетінің аз тілімделген, тегіс немесе белесті болып келген кең алқабы. Жазықтар бөлінеді тегіс жазық және төбелі жазық деп.
Одан бөлек жазықтар бізде бөлінеді абсолюттік биіктігіне қарай үшке бөлінеді. Ол ойпат, қырат және таулы үстірт. Ойпат ол 0-ден 200 метрге дейінгі жазықтар біз атаймыз ойпат. Мысалы, оған жатады Каспий маңы ойпаты біздің Қазақстандағы, немесе дүние жүзіндегі ең үлкен ойпат Амазонка ойпаты. 200-ден 500 метрге дейін біз оны ондай жазықтарды атаймыз қырат деп, және ол 500 метрден жоғары болса біз оны атаймыз таулы үстірт деп. Келесі, жер беті ғана емес, соның одан бөлек судың асты, яғни мұхиттың түбі де теп-тегіс болып келмейді. Мұхиттың түбінде де түрлі жаңағы ойпаттар бар, түрлі таулар бар, бірақ біз оны ойпаттар және таулар деп атамаймыз, қазір көрсетемін. Мұхит түбінің ең үлкен бөлігі, яғни жазықтар секілді келетін, мына суретте тұр абиссальная равнина деп, осымен көрсетілген, яғни ол қазан шұңқырлар. Мұхит түбінің ең үлкен бөлігі осы қазан шұңқырларға тиеді, қазан шұңқырлардың бедері жазық болады. Келесі, материктік қайраң. Ол материктің мұхитқа өтпелі 200 метрге дейінгі тереңдікке дейінгі бөлігі. Міне ол материктік қайраң. Келесі, материктік қайраңнан мұхит түбіне ауысатын бөлігі, ол аталады материктік беткей. Ол міне 200-ден 2800 метрге дейінгі тереңдікте болады. Одан кейін шұңғымалар, ол мұхиттардың материкке жапсарлас өңірінде орналасқан енсіз ойыстар. Олардың тереңдігі 5-ден 11 километрге дейін болады. Мына жерде ең терең шұңғыма көрсетілген. Келесі нәрсе, ол мұхит ортасы жоталары бар. Міне ол мына жерде көрсетілген мұхит ортасы. Тағы да бір рет қайталап өтейік. Мынау бізде ең бірінші тұрған, ол бізде материктік қайраң. Одан кейін материктік беткей. Одан кейін қазан шұңқыр. Мына берілген. Мынау материктік қайраң, материктік беткей. Мынау мұхит ортасы жотасы көтеріліп тұрған. Және мынау енсіз ойыс қазан шұңқыр деп аталады. Келесі нәрсе, ол аталады эхолот деп. Эхолот дегеніміз не? Эхолот ол су астындағы тереңдікті тез және үздіксіз өлшеп отыратын құрал. Ол бізге не үшін керек? Мысалы, біз мына жерде кемемен келе жатыр. Осы кеме мына жерде мұхит ортасы жоталарына ол соғысуы мүмкін. Сол соғыспау үшін біз судың тереңдігін әрқашан біліп отыруымыз керек. Ол судың тереңдігін бізге біліп беретін құрал, ол аталады эхолот деп. Оның жұмыс істеу принципі қандай? Біз ол үшін дыбыстың суда таралу жылдамдығын білу керекпіз. Дыбыстың суда таралу жылдамдығы 1 секундта 1500 метр, яғни дыбыс суда 1 секундта 1500 метрге жылжиды деп айтсақ болады. Және сол арқылы, мысалы, бір қарапайым есеп беріледі. Енді да алайық, кемеден жіберілген дыбыс айталық 6 секундта қайтып келді дейді. Сонда тереңдік қандай дейді? Қалай есептейміз? Біз бірінші 6-ны көбейтеміз 1500-ге. Сол кезде болады 9000. Бірақ 9000 метр ол жауап болмайды. Неге жауап болмайды? Себебі дыбыс 3 секунд, яғни жалпы уақыттың 3 секунды. 3 секундта ол барады және 3 секунд ол қайтып келеді. Яғни біз 9000-ды 2-ге бөлеміз. Сонда болады 4500 метр. 4500 метр бұл жерде дұрыс жауап болады. Тағы бір айта кететін нәрсе, ол жаңа мұхит ортасы жоталары көрсеттім. Ол судың ортасында таулар деп айтсақ болады. Ең сондай ұзын мұхит ортасы жотасы, ол орта Атлант жотасы деп аталады. Дәл Атлант мұхитының ортасында 18000 километрге созылып жатыр.